Ең бастысы мына екі арадағы достықты көрсету, және тәуелсіздігіміздің, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығын айту, Жамбыл атамыздың 175 жылдығын, Жамбыл атамыз кезінде сол Қырғызстанға да барып, сіздерде де айтысқан, өткен жол сіздер өткізіп жатсыздар, енді біз өткізіп жатырмыз. Енді мында келсекші. Ағамыз бір ауыз өзінің жылы лебізін білдіріп, сіздерге. Тамақтан ала беріңіздер. Мәрлен ағамыз біздің облыстың мәдениет басшысы. Осы айтыстың негізгі ұйытқысы. Асаба екен деп ойлап қалмаңыз. Бұл кісі қарапайым адам. Кім отыр? Ал қош келдіңіздер, жігіттер, әсіресе мына қонақтар. Біз енді осы қазір айтыстың бір үлкен ағалары болып қалдық қой енді. Біздің замандастарымыз жеңісбектер еді. 92 жылы Таласта Аширәлі емес, ол кезде Естемес ағамыздың 60 жылдық тойы болды. Сөйтіп сол тойға барып, мен алғаш рет қырғыздардың алдында бір бәйге алып, Естемес атамызбенен бір сөз қағысып, қырғыздың арасына атымыздың бір шыққан кезі сол 92 болды. Ол кісі Таластан ғой. Сөйтіп содан кейін Зәмірбек ағаларымызбен, Әшірәлі ағаларымызбен бірге жүрдік. Өйткені біз ол кезде айтысқа жаңадан келіп жатырмыз, ол кісілер базардан қайтып бара жатыр. Енді біз ол кісілердің орнында базардан қайтып бара жатырмыз. Сіздер келіп, міне үлкен өнердің базарына кіріп жатырсыздар. Бұл енді кешегі Жамбыл мен Тоқтақұлдан, Кене мен Османқұлдан қалған жол ғой. Құдайға шүкір, сол әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Биыл енді бізде үлкен мереке ғой, әсіресе ол сізде, бізде де тәуелсіздіктің 30 жылдығына көп шара өтіп жатыр. Оның үстіне енді Жамбыл атамыз қазір 175 жылдық. Жамбыл атамыздың біз 150 жылдығында айтыстық. Осыдан 25 жыл бұрын. 150 жылдығында Айнұр басбайға алды, мен бірінші орын алғам. Абай атамыздың одан бір жыл бұрын 150 жылдығы болып, онда мен басбайға алған болатын. Сөйтіп, онда да қырғыз бауырларымыз, байкелеріміз келді. Солармен қатар жүрдік. Манастың 1000 жылдығына барып айтыстық. Манастың 1000 жылдығында болған жоқсыңдар ғой, да? Ағам бір кеш өткен сияқты да. Манастың 1000 жылдығында 1000 шақырымға жылқы айдаған. Рекорд, Гиннестер рекордына кірген. Соны бәріміз теледидардан Бішкектің ипподромында қарап отырып күткен болатынбыз. Сондықтан енді біз қырғыз бен қазақ құда болып жатқанда талай тойында қызмет жасадық. Әсіресе ең үлкен деңгейдегі адамдар құда болған кезде де қызметте болдық. Аллаға шүкір. Сол жақсылықтардың басы-қасындамыз. Енді бұл Жетісу, Сүйінбай мектебі, біз ғана Мұхтар Әуезов, қырғыздарды Мұхтар Әуезовтей жақсы көрген қазақ жоқ. Жалпы қырғыздың жастары қазақтың жастарынан гөрі белсенді екен деген сөзді Мұхтар Әуезов айтып кеткен екен. Енді белсенділіктерін көрсетіп жатыр ғой қырғыздың жастары. Сондықтан бұл Мұхтар Әуезовтерді де қырғыздар өте жақсы көрді ғой. Сондықтан ортада қаншама жақсы байланыстар болды. Сол Мұхтар Әуезов Сүйінбай бұл айтыстың алтын діңгегі деп айтып кеткен осы Жетісу өңірі ғой. Жалпы барлығымыз да осы Жетісу мектебінен шықтық. Мен өзім оңтүстікте Тараздан болғанмен, негізгі қалыптасқаным осы Есенқұл ағаларымыздың мектебі, Шорабек ағам Есенқұлдың шәкірті болатын болса, біздер де сол ортадамыз. Сондықтан бұл Жетісу мектебі заңды еді осы шаруаны атқару мәкеңдердің. Себебі енді Жетісу жасамаса бұндай халықаралық шараны кім жасайды? Оны адам арғы жан дүниесімен сезініп жасау керек та. Ол Қостанайда немесе Атырауда өтпеуі мүмкін да, өйткені ол жерде ақындықтан гөрі жыраулық басым, басқа сыр бойында да ақындықтан гөрі жыраулық басым болып жатады. Дегенмен Жетісуда осы нәрсенің өтіп жатқан үлкен ұлы жақсылық. Енді екінші нәрсе бар, енді бауырларды жақсы білесіздер. Кеше ғана біздің Түрксойдың жасауыменен ақындарымыз Анкарадан келді ғой. Сол жерде біздің Мұхтар барды, Айбек барды, Бекарыстар барды, сіздерде мінекей жігіттер барып қатысып жатыр. Сондықтан қазір бірігіп жатқан кезең ғой. Қандай себеп бар, сол нәрсемен басымыз бірігіп жатыр.
ұлттық спорт болса көкпарымыз бірігеді, бәйгеміз бірігеді. Ал енді өнер болатын болса айтысымыз бірігеді, спорт болатын болса боксшымыз, жаңағы балуанымыз бірігіп жатыр. Олимпиадаға барған жігіттерді айтады да, тамақ ішетін столовый қойған Елдос Сметовтер, біздің мына көп мықты жігіттеріміз бар ғой. Сонда жаңағы асханада Токиода отырғанда қырғыздармен отырған кезде оларға жаңағы бір ауылдан бірге келген сияқтымыз дейді. Ауылдан бірге келген. Токиода болғанда ана жерде қырғыз күресіп жатса, мына жақтағы жапонды болмаса американцы көрмейміз дейді, қырғызды барып көреміз дейді. Бұл жүрек, бұл генофон, бұл бабаларымыздың батасы, содан бері қарай келе жатқан дүние. Сондықтан қадамдарыңыз құтты қайырлы берекелі болсын бауырлар. Құдайымыз бір, құбыламыз бір, пайғамбарымыз бір, мақсатымыз бір, шекарамыз бір, су ішетін өзеніміз бір, өлкеміз бір. Сондықтан осы жақсылықтың бүгін біз куәгері болып келіп отырғанымызға өзімізді бақытты сезініп отырмыз. Шынын айтқан кезде біз менің өзімнің туған әулетімнің аман қалуында қырғыз халқының үлкен себепкерлігі бар. Бізде репрессия болып, аштық болып, қиын жағдайлар болып жатқанда біреу Монғолияға, біреу Қытайға, біреу Иранға өтіп жатты ғой енді қазақтардың басынан баяғы 30-ыншы жылдары. Сол кезде менің аталарымның Тазабек қой енді менің фамилиям. Тазабек атамның қырғыз жекжаттары болған екен. Кетпентау деген бар ма? Иә, сол Тоқтағұлдың. Сол Кетпентау жақта қырғыз жекжаттары болыпты да, солар шақырыпты атамды. Атамыз мал дүниесі бақуат кісі болған, сол малын бәрін айдап қырғыз жекжаттарына барып 10 жыл тұрған екен сөйтіп, менің аталарым. Сөйтіп содан өмірден өткенше ол кісі балаларына айтып кеткен екен да, осы қырғыздардың қамқорлығымен, сол жердегі жекжаттық сыйластығыменен әулет аман қалды деп. Кейін соғыс басталып кетеді, 41-45-тегі. Соғыстан кейін барлығы елге қарай қайтады, Шуға, Таразға қарай сөйтіп келіп орныққан екен да. Содан енді 70-ші жылдардан кейін біздер дүниеге келдік. Сондықтан біздің жүрегіміздің ар жағында сол қырғыздардың сол кезде қамқорлығына аталарымыздың айтып кеткен алғысы шексіз, және ол біздің жүрегімізден шықпайды, оны әрдайым айтып отырамыз. Сондықтан Аллаға шүкір әлі күнге дейін мына Жамбыл атамыздың 150 жылдығында Жамбылдың жастық шағы деген кино түсірілген болатын. Енді 175 жылдығында Жамбылдың қартайған шағы жайында кино түсіріліп жатыр. Бұл мемлекет тарапынан. Елбасымыз, мемлекетіміздің басшысы Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың тікелей тапсырмасыменен осы дүние жасалып жатыр қазір. Сол Жамбылдың 150 жылдығындағы Жамбылдың жастық шағындағы рөлді мен ойнаған болатын. Себебі неге? Мен ойнадым. Ютубта тұр. Жамбылдың жастық шағы деп терсеңіздер, сол Ютубта. Сонда қырғыздың қызы Қырмызы деген қыз болған. Ол рөлді Сайқал деген қыз ойнады. Ақайыптың келіні. Гуглды терсеңіздер, Ақайыптың баласы Асқар ғой, кім ғой деймін, Айдар. Сол Айдардың әйелі Сайқал деген қыз. Сол Сайқал, олар қазір Москвада тұрады. Сол менің махаббатым болып, екеуміз кинода 1 жыл түскен болатынбыз. Сол ол кезде жас қыз ғой енді ол. Чоқморов ағамыз бар ғой? Аты кім еді? Сүйманқұл. Жоқ ғой. Шоқморов емес, Шоқыбаев. Әшір Шоқыбаевтың жақын қарындасы ғой. Ашыр Шоқыбаев өзі де ойнайды, сол кинода ойнайды. Сол мына Жандарбек ана несін сілтемесін көрсетіп жатыр. Bir көріп шықсаңыздар, сол Жамбылдың фильмі адамға қатты әсер береді. Өйткені біз оны Қырғызстанда ана Талас платинасы бар ғой. Сол Талас платинасында Қырғызстанда түсіргенбіз Кировта. Боз үйлер. Сол жерге боз үйлерді қойып, массовканы қойып, анау платина өте әдемі көрінеді екен да эфирден. Ар жағында Шыңғыс атамыздың ауылы бар, Шыңғыс айылы. Сойтып түсірген болатынбыз. Сондықтан бұл тарихтың бәрін неге еске түсіріп жатырмыз? Өйткені бұл осы дипломатияны ана европалықтарменен, немесе анау Латын Америкасы, немесе Африкадағыларменен осы мен айтып отырған дүниелерді жасау үшін мемлекет үлкен қаржы шығарады. Дипломаттарды жібереді. Сөйтіп үлкен халықаралық жобалар арқылы жүзеге асады, бірақ онда да бұндай әсер бермейді. Қырғыз бен қазақтың ортасында түртіп қалсаң тарих,
шертіп қалсаң шежіре, айтып қалсаң аңыз, осының барлығы сіз бен біздің ортамызда алтын көпір. Бұны ешкім алып тастай алмайды. Бұны бабалар көзінің жасымен, денесінде қанымен жасап кеткен тарих қой енді. Сондықтан Алла ынтымақ берекемізден ажыратпасын. Қош келдіңіздер. Қырғыз халқы өрістеп, өркендеп, дамып, даңғайыр бола берсін. Қазақта соның тілеуін тілесін, қырғыз қазақтың тілеуін тілесін. Қазіргі заман бірігіп атқан заман. Бірігіп, былайша айтқанда бірінің бірі тілеуін тілеп жатқан заман. Береке жаусын. Сіздер